Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру жөнінде ата-аналарға арналған психологиялық ұсыныстар. Педагог-психолог Туғайбаева Салтанат Оразбековна. Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Мен Туғайбаева Салтанат Оразбековна, Алматы сервистік қызмет көрсету колледжінің педагог-психологымын. Төтенше жағдайға байланысты еліміздің әрбір оқу орындарында уақытша ұйымдастырылған қашықтықтан оқыту өз жұмысын бастады. Психолог-педагогтың жұмысы колледж ұжымымен, ата-аналармен және білім алушылармен онлайн режимде ұйымдастырылды. Сіздер маған төмендегі ақпарат бойынша хабарласа аласыздар. Сіздерге сәтті күн және көңілді күй тілеймін. Құрметті ата-аналар, әлемде болып жатқан жағдайға байланысты қазіргі таңда мемлекетке бірден шешім қабылдап, болып жатқан үрдістерге жылдам икемделу қажеттілігі туындап отыр. Төтенше жағдайға байланысты еліміздің әрбір оқу орындарында уақытша ұйымдастырылған қашықтықтан оқыту өз жұмысын бастады. Колледжіміздің басшылығы мен оқытушылары күрделі мәселелерді шешуде. Қашықтықтан оқыту бұл сіздің балаңыз үшін де, оқытушы үшін де жаңа тәжірибе. Сондықтан сіздердің қолдауларыңыз аса маңызды. Қашықтықтан оқу балаңыздың оқуға деген ерекше ынтасын қажет етеді. Себебі балаңыздың жанында қадағалап, бағыт-бағдар беріп тұратын оқытушы жоқ. Бірақ сіздер барсыздар. Қашықтықтан оқу өз мөлшердегі онлайн сабақ және көп мөлшердегі баланың жеке оқуы. Ең алдымен өзіңіз және балаңыз үшін үйреншікті күн тәртібін құрыңыз. Балаңыздың өз бетінше білім алуға, берілген тапсырмаларды орындауға қолдау көрсетіңіз. Тексеруші емес, қолдап кеңес беруші болыңыз. Балаларыңызбен ашық әңгімеге тартылыңыз. Онлайн сабақта болып жатқан жетістіктер мен қиындықтар туралы сөйлесіңіз. Қиындықтар туындап жатса, топ жетекшісіне, болмаса өндірістік оқыту шеберіне, оқытушыларға хабарласып кеңес алыңыздар. Егерде қандай да бір жағдайда интернет желісі үзіліп қосыла алмаса, мазасызданбаңыз. Болған жағдайды ескертіп хабарлап айтыңыз. Интернет әртүрлі мақсаттағы ақпараттар бар екенін ескеріп, балаңыздың ақпарат қауіпсіздігінде естен шығармаңыз. Ал біз ата-аналар бұған тек қолдау көрсете аламыз. Құрметті ата-аналар, қашықтықтан оқыту сіздің балаңыздың өз бетінше оқуын, өзін-өзі ұйымдастыруын, сыни тұрғыдан ойлауын дамытуға ықпал етеді. Үйде болыңыздар, біз біргеміз.